Сихатака қобла сақамика дейді. Денсаулықтың қадырын ауру, сырқат келмей тұрып біліңдер дейді. Адамның мына 12 мүшесі аманат қой. Мен кейбір кезде адамдарға айтам, аға сіз неге темекі шегіп жүрсіз? Сіз мына темекімен өзіңіз зиян жасап жүргеніңізді білесіз ба? Қалай мен зиян жасап жүрмін дейді. Аға сіз Құранның аятына қарсы шығып жүрсіз ғой. Қандай аятқа мен қарсы шығып жүрмін дейді. Құранда Алла тағала айтқан ғой, ла тақтулу анфусакум. Өз-өздеріңді өлтірмесеңдер сендер дейді Алла тағала. Өз-өздеріңді өлімге қимасаңдар дейді. Мына темекі сені өлтіріп жатыр ғой. Азаздап сенен өмір алып жатыр, денсаулық алып жатыр. Сен соны қалай түсінбей тұрсың? Саған Алла ақыл берді ғой. Неужели сенің ақылың соған жетпей тұр? Ақылың жетпесе темекінің қорабына бір қарайсызшы. Темекінің қорабында тұр ғой. Неше түрлі ауруларды жабыстырып қойған қазір, Алла разы болсын, здравоохранениедегі ағаларымызға. Мен айтам, сіз деймін, аға темекі шегіп жүр екенсіз ғой деймін да. Аға жарайды, өзіңізді аямайды екенсіз. Басқаларды аясаңыз деймін да, басқаларға да зияныңыз тиіп жүр ғой сіздің деймін да. Сіз мына пайғамбар Мұхаммед деген біздің пайғамбарымызға қарсы шығып жүрсіз ғой, сіз білемісіз бе деймін да. Қалай мен пайғамбарға қарсы шығып жүрмін дейді да. Ла дарара ва ла дирар деген пайғамбарымыз. Өздеріңе зиян бермеңдер, өзгелерге де зиян бермеңдер деген. Қазір ғылым дәлелдеп қойған. Адамның темекі шегетін адамның зиянынан қарағанда, темекінің қасында иіскеп тұрған адамға зияны көбірек екенін дәлелдеп саған. Сен өзіңмен бірге халықты да өлтіріп жатсың. Не болды деймін да сонша?